ол өте оңай есеп. Бұл есепті шығару үшін біз жай ғана ондық бөлшектерді көбейту және рационал сандарды көбейтуді білсек болды. Ал кеттік. Бірінші есеп минус 3с көбейтілген 2,5. Яғни, мұнда екі жақша неге деген сұраққа, мұна бір жақша, ішкі жақша, және мұнау бұл минус 3с-ға тиісті жақша. Ал осы минус 3с-ға бірінші 2,5-ті көбейт дейді. Демек, бұның өзі бір амал бір жақшаға беріп отыр, сонда бізде мұнда екі жақша содан шықты. Ал кеттік, минус 3-ге қасында әріпке мән бермейміз, әріптердің барлығын көбейтіп болғасын, соңында бірге тіркеп жаза саламыз. Кеттік, минус 3с-ға 2,5-ті көбейтсек, бізде жауабы 7,5 болады, е? Минус 7,5 болады, себебі теріс сан мен оң санның көбейтіндісі бізде теріс санды береді. Демек, сыны міне өзіне тіркеп жазамын. Өйткені бір ғанасы басқа әріп жоқ. Сол әріпті өзіне әкеп қосып қоямын. Көбейту екінші минус 4-ке көбейт дейді. Екінші амал, минус 4-ті. Әріпке мән бермейміз, сандарын көбейтіп аламыз. Яғни әріптің алдындағы сан бізде коэффициент деп аталады. Енді осы 7,5-ке көбейтеміз 4-ті, бізде жауабы 30 болады. Және 2 теріс сан болып тұр, екеуінің көбейтіндісі бізде әрдайым оң сан шығатын білеміз. 30, сосын с-д. Әріптерін қосып осылай жазамыз. Әріпті өрнектің несі бойынша, Кеттік, енді с-д бізге айтады, с-д-ның мәні 7-ге тең дейді. Яғни с мен д-ның көбейтіндісі 7-ге тең дейді. С-д-ның орын алып тастады, орнына 7-ні қойып қой дейді. Демек, коэффициент пен санның арасында, коэффициент пен әріптің арасында біз білеміз көбейту барын, мына ортада көбейту барын білеміз. Демек, 30 көбейтілген с-дымыз 7, яғни с-ның орнына 7 санын қоям, 30-ға 7-ні көбейте саламын. Сонда жауабы 210 болады. Дәл сол сияқты кеттік, екінші есепті шығарамыз. Бірінші жақшаның ішін беріп отыр, міне. Минус 8-ге көбейт 7-ні дейді. Екінші амалдың орындауын жазып алайық. Көбейтілген минус 8-ге 7-ні көбейтеді, оны білеміз қанша? Минус 56. 8 жерде 7 56 емес пе? Теріс сан мен оң санның көбейтіндісі бізде теріс санды беретін білеміз. Алдыны міне әріпті қасына қоямыз. Кеттік, әріптердің көбейтіндісі соны көбейтінді түрінде жаза саламыз, Келесі 1,5-ге көбейт дейді 56-ны. Сонда жауап 84 болады. 84 с-д. Енді осы с-дының орнына 7-ні қоям. Себебі есептің шартында солай жазылған. Демек 84-ге көбейтемін 7-ні. Жауап қанша болады? 588 болады. Солай ғой. Мұнда оң сан мен теріс сан бізде теріс санды береді емес пе? Мұнда да теріс сан. Демек жауабымыз да біздің теріс сан болады. 588 деген нақты сан шығады. Үшінші, с-ға минус 5-ті көбейтеді, ол бізде әрине минус 5-ті. Коэффициент әрдайым бірінші жазылады, әріп екінші жазылады. Минус 5-ті көбейту 0,4-ді. С-ды көбейтінді түрінде жазылады. Ал 5-ке 0,4-ті көбейтсек, әрине минус 2 болады. Не себепті минус? Себебі теріс сан мен оң санның көбейтіндісі бізде теріс санды береді. С-д. Енді минус 2-ге көбейтемін, с-дының орнына 7-ні қоямын, Сонда жауап минус 14 болады. Келесі бізде минус 0,3 с-ға минус 2-ні көбейт деген бірінші амалды жақшамен көрсетіп отыр, 2 теріс санның көбейтіндісі бізде оң санды береді, 2 минус плюсті береді. 0,6 с
көбейтілген 10-ды еске түсірейік. 10-дық бөлшекті 10-ға, 100-ге, 1000-ға көбейткен кезде үтір қайда қарап жылжиды? Әрине, бірден кейінгі 0 саны неше үтір мұнда? Соны санаймыз. Бір ғана 0 тұр. Демек, неше үтір артқа жылжиды бізде? Әрине, бір ғана үтір. Сонда 1 0 болғанға 1 үтір, 2 0 болса 2 үтір жылжытамыз. Артқа қарап көбейткен кезде 6 с д болады. Енді с мен д-ның орнына нені қоямыз? Әдеттегідей 7-ні қоямыз. Ал 6-ға 7-ні көбейтіп жіберсек, жауап 42 болады. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздер толықтай түсінді деген ойдамын. Тағы да осындай көптеген есептер көргіңіз келсе, менің артыма жазылып лайк басуды ұмытпаңыз.